Бізде продажа көп кісілерде тоқтап қалған. Оның бізде себептері бар. Характеристикасын полный толтырдыңыз, бірақ бізде почему-то продажа жоқ. Бізде өйткені SEO оптимизация жұмыс жасап жатқан. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Менің каналыма қош келдіңіздер. Zevs каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз SEO оптимизация және дизайнды дұрыс жасау. Және қазір неге продажа азайып кетті, солар жайлы айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бірінші біздің тақырыбымыз SEO оптимизация. Негізі көп блогерлардың видеоларын қарап шықтым. Жас адамдар болсын, эксперттер болсын, неге SEO оптимизацияны толық түсіндіре алмаған. Өзім телеграмнан оқып отырып, не екенін түсініп алдым. Сіздерге енді бір-екі мысалмен түсіндіріп берейін. SEO оптимизацияның жұмыс жасау системасы ол бізде былай кез келген заттың клиент іздейтін версиясы десек болады. Допустим, сіз бір подгузник салайын деп жатсыз карточкаға. Сіз оның бәрін брендін толтырдыңыз, памперс деп ағылшыншалап, описаниясын, полный характеристикасын, қанша килограммға, размерін барлығын толтырдыңыз, бірақ сізде почему-то продажа жоқ. Бізде өйткені SEO оптимизация жұмыс жасап жатқан жоқ. Енді SEO оптимизацияның жұмыс жасауы ол бізде былайнан бізге клиент іздейтін версиясынан бір сөйлем қарастыруымыз керек. Сіз жазып қойдыңыз былайнан ағылшыншалап памперс деген сөзді, ал бірақ бізде клиент орысша памперс деген сөзді жазып іздейді. Соответственно, сіздің товарыңыз оның поискына шықпайды. Сол себепті біз кез келген товардың орысша атауын, клиент іздейтін атауын, немесе сол товардың синоним сөздерінен, атауларынан бір сөйлем құрастыруымыз керек. Мысалы келтіретін болсақ, чтобы носить памперс, нужно быть ребенком деген сияқты ортасында памперс деген сөз болу керек. Немесе тағы да мысал келтіретін болсақ, мынау телефон жазылуы iPhone деп ағылшыншалап жазылады. Ал бірақ клиент іздеген кезде iPhone деп орысша әріптермен іздейді. Сіздің товарыңыз соответственно тағы да шықпайды. Сол себепті кез келген товардың орысша атауынан бір сөйлем құрастырып шығыңыз. Немесе тағы да AirPods болсын, сіз ағылшыншалап AirPods деп әдемілеп жазып қоясыз брендінде, описаниясында, бірақ клиент іздеген кезде также AirPods деп орысша сөздермен іздейді. Осындай бір-екі мысалмен SEO оптимизацияны түсіндіре алдым деп ойлаймын. Келесі тақырыбымыз уже дизайн жайлы болады. Біздегі екінші тақырыбымыз ол бізде дизайн, карточканың дизайн жасау. Сіз енді SEO оптимизацияны, характеристикасын әдемілеп толтырдыңыз, бірақ почему-то сізде продажа тағы да аз. Бізде уже дизайнға қаттырақ көңіл бөлу керек болады. Дизайнға көңіл бөлу керек дегенде ол қалай болады? Мысалы, сіз авачечистка салып жатсыз, оның суретін 900-дан 1200 қылып жасап сала салмай, ол тағы суретіне тағы да біз ключевой сөздер жазып жіберуіміз керек. Товардың плюс жақтарын. Мысалы, авачечистка болса, онда нержавейшая сталь деп картинкаға жазып жіберсек болады. Пластик из хорошего качества деген сияқты, 1 год гарантия деген сияқты сөздерді жазып жіберуіміз керек, чтобы клиент көріп сразу описанияны оқып отпай, карточканың бірінші обложкасынан көріп қандай товар екенін біле салу үшін. Және ол жерде де кішкене запрещенный сөздер бар, оларды тоже жазбауымыз керек. Ол бізде Валберстің жазатын сөздері хит, продажа, куплено более 1000 раз деген сияқты сөздер жазуға болмайды. Бізде тағы да біздің видео түсіру уақытымыз қазір август. Бізде продажа көп кісілерде тоқтап қалған, азайып қалған кәдімгідей. Оның бізде себептері бар. Бізде жылына 3 сезонда продажа азайып қалады. Ол бізде май уақытында азайып қалады. Және осы августтың соңында және январь уақыттарында бізде продажа азайып қалады. Неге десеңіздер, май уақытында ол бәріне белгілі. Бізде выпускнойлар болады, ата-аналарында көп адамда теңге болмайды деген сияқты. Выпускной, альбом, вечеринкалар жасап, сол себепті ақшалар біраз аз болады. Ал бізде сентябрьға таман мектеп басталады, университет басталады, также көп адамда ақша жоқ. Олар общага алады, киім алады, кітап алады деген сияқты. Сол себепті біраз продажа азайып қалу себебі осыда. Январь также жаңа жылда көп кісілерге подарка алып, сол себепті ақшасын экономдап, Валберстан пока заказдар азайып қалды. Ол бізде тек Валберст маркетплейсында емес, ол Каспидан да сондай, OLX-тан да көп жерде ол продажа азаятын сезондар болады. Оған сразу неге дұрыс емес, обучение дұрыс үйретпеді деген сияқты отзывтар айтпай қойғандарыңыз дұрыс болады. Оның барлығы сезонный уақыт, және уже қыстық сезонның товарларын шығарып, асықпай күтсеңіздер барлығы іске асады. Именно менің оқырмандарыма өшіре салшы, мынаны ұзартып тасташы.
Осындай қысқа роликпен сіздерге көптеген информациямен бөлістім деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, қандай тақырыпты қозғау керек деген сияқты. Немесе каналыма тіркеліп кетіңіздер, және менің оқырмандарым үшін Fulfillment'тен 5 товарды бесплатно упаковка жасап, Wildberries картына жіберіп алсаңыздар болады. Және кездескенше сау болыңыздар.